Осыдан 1,5-2 жыл бұрын аллергиямен, іш қатумен қатты қиналған болатынмын. Аллергия болған кезде неден болатынын білмеймін. Күнделікті ішіп жүрген тамағым, ішіп жүрген заттарым, бірақ кез келген нәрсеге жаңағыдай денемде қып-қызыл жаңағыдай пятно болып қатты қышитын, неше рет түнде скорый шақырып, жаңағыдай уколдар салдырып, солай қайтарып жүрдім. Бірақ оның барлығы уақытша болатын. Одан кейін шамалы уақыттан кейін қайтадан жаңағыдай денем қышып, қып-қызыл болып солай қатты қиналдым. Солай жүрген кезде Аллах тағалаға қатты жалынғам. Аллахым, менің осы аллергиямды, жалпы ауруымды емдеуге көмектесші деген сияқты. Сол кезде мен осы ағзаны тазарту, яғни антипаразитарный программаны маған бір қыз ұсынып, сол программаны 3 ай үзбей ішіп, сол программаны өткеннен кейін ғана мен не ішсем де, не жесем де, не жақсам да аллергия шықпайтын болды.